бағаннан кейін жақсы. Бізге келеді да бірден тақтаға міндетті шарт шеңбер жасаймыз дейді, уақытқа байланысты. Шарт шеңбер енді қараңызшы, сіздерде келген балалардың деңгейі основной масса 4-5 балдар. Деңгейі жақсы балдар. Олар қабылдауы да жылдам. Олар тез бейімделетін балдар. Ал енді бізде балдар ондай атор жоқ. Сондықтан бізге мына қыздарға өте қиын. Олар бірінші класты бастап отыр. Ал енді мен өзім жоғары класста беремін, менің өзіме де қиын. Мысалы, сөйлейтін бала сөйлейді, сөйлемейтін бала бәрібір сөйлейді. Бағалау енді қиын болды. Бағалау осы жерде өте қиын болды. Өйткені сөйлейтін балаға бәрін сол айтып қойдан аха, сөйлейтін бала аналарды жетектеп отыр. А бірақ анау соның өзінде өйткені ол сөйлеу керек ағылшында. Ол қазақ тілін меңгермей отырған бала ағылшында қалай меңгереді? А бізде мемлекет бұл стандарт бойынша меңгерді. Мақұл, оны бала бәрі ол сөзде, ол тілде сөйлей алмаса да, ол сөздің переводын уже біліп отыр, біз сонысына қарап бағалап отырмыз. А бұл кісілерде бірінші бастап ата-аналар айтады, ешқандай баға жоқ, не дәптерде жоқ, не күнделікте жоқ, мына бала сабаққа бармаймын деп айтты, мен 5 алған жоқпын деп айтты. Қызықпайды дейді. Сол бізде. енді сіз ол жерде оны сіз бар ғой, ата-ана үшін, бала үшін, баланы қызықтыру үшін сіз өзіңізге критериалды бағалап